10 сынып география пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау. Бүгінгі сабақта статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картадиаграммалар жасау. Картографиялық деректер қорын құрудың қабылданған сызба нұсқасына сәйкес иерархиялы немесе хабарлама, яғни объектілердің байланыстары мен қарым-қатынастарын беруші түрінде болуы мүмкін. Одан басқа деректер қоры орталықтандырылған болуы мүмкін. Бұл жағдайда олар бір жерде бірыңғай ақпараттық массив түрінде орналастырылады. Деректер қорының мазмұны карта тақырыптары сияқты алуан түрлі. Топографиялық деректер қоры орны, оның жер бедері, гидрографиясы, жол желісі, тұрғын пункттері, шекаралары, топографиялық карта мазмұны құрылған. Барлық мәліметтер жөніндегі сандық ақпараттардан тұрады. Геологиялық, геофизикалық, экологиялық, метеорологиялық, тау-кен, геодезиялық, кадастрлы, экономикалық және басқа деректердің сандық қоры бар. Картаға түсірілетін барлық деректер сандық түрде беріліп, деректер қорына енгізілуі мүмкін. Енді ақпарат коммуникациялық технологиялар географиялық деректерді визуализациялау кезінде ең маңызды әдістер картограмма және картадиаграмма жасау. Картограмма әдісі. Картограмма бұл жеке аумақтар бойынша көрсеткіштің мәні графикалық таңбалардың көмегімен көрсетілетін сызбалық, контурлық, географиялық карта немесе жер үсті жоспары. Картограмма әдісі географиялық картада салыстырмалы статистикалық көрсеткіштердің нүкте және түс қанықтығы бір-бірінен ажыратылатын бояумен берілуін айтады. Фон құраушы картограммадағы штрих немесе бояу түсінің қоюлануы бір әкімшілік бөліну бірліктері бойынша көрсеткіш мәнінің жоғары екенін айқындайды. Картограмма және карта диаграммалар зерттелетін құбылыстың географиялық сипаттамаларын бейнелеу үшін пайдаланылады. Олар зерттелетін құбылыстың орналасқан жерін белгілі бір аумақта мемлекет, аймақ, экономикалық немесе әкімшілік ауданында қарқындылығын көрсетеді. Картограмма әдісі деп географиялық картада салыстырмалы статистикалық көрсеткіштердің нүкте және түс қанықтығы фон бір-бірінен ажыратылатын бояумен берілуін айтады. Оқушылар, мына Қазақстанның картасынан сендер картограмма әдісін көріп отырсыңдар. Мұнда Қазақстанның облыстар бойынша қызмет көрсетілген туристер тартымдылық көрсеткіш картасы және облыстар бойынша қызмет көрсетілген туристердің адамдардың, яғни туристік адамдардың саны берілген. Мұнда түрлі түсті фон бояулармен түс қанықтылығы, яғни мұнда туристердің өте жоғары тартымдылығы және тартымдылығы төмен көрсеткіштер берілген. Мұнда қанық түспен тартымдылығы
жоғары туристердің көрсеткіші. Яғни бұнда Қазақстандағы тартымдылығы жоғары жерлер Маңғыстау облысы, Алматы облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Астана қаласы берілген. Ақмола облысы. Екінші, тартымды көрсеткіш. Бұл жасыл бояумен берілген. Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Қостанай, Павлодар облыстары берілген. Үшінші, тартымдылығы, туристерге қызмет көрсететін тартымдылығы аз. Яғни бұлар Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстары берілген. Міне осындай фон түсқанықтық арқылы анықтаймыз. Енді нүктелермен туристердегі, қызмет көрсеткен туристердегі облыстар бойынша адамдардың саны. Мұнда нүктелер әртүрлі. Нүктесі кішкентай және үлкен нүктелер. Алматы қаласы, Астана қаласында туристердің санының көптігін көреміз. Бұл картограмма әдісі. Енді картограмма бойынша берілген сызбалар. Бұлар түсі бойынша. Бірінші, Қазақстанның картасында облыстар берілген. Түсінің қанықтығы бойынша фон құраушы. Екінші, фон құраушы бояумен штрих қоюланған сайын нүктелер саны көбейген сайын көрсеткіш артады екен. Екінші, фон құраушыда. Мінекей, осы арқылы картограмма бойынша берілген сызбалар. Картодиаграмма әдісі белгілі бір аумақтың карталарда кез келген құбылыстың абсолюттік қорытындыларын көрсету үшін пайдаланылады. Картодиаграммалар бұл географиялық картамен жасалған диаграмманың үйлесімі. Диаграммалар әртүрлі геометриялық пішіндер түрінде беріледі. Шеңберлер, квадрат, үшбұрыш, бесбұрыш, сондай-ақ бағаналы диаграммаларда кеңінен қолданылады. Ондағы әрбір миллиметр биіктік белгілі сандық көрсеткішке сәйкес келеді. Бұл картодиаграмма әдісі. Мысалы, мына картадан дүние жүзіндегі халық пен жиынтық ішкі өнімнің ара қатынасын көрсететін картодиаграмма. Мұнда дөңгелек арқылы халқы, ең көп елдер және жиынтық ішкі өнім мөлшері берілген. Мұнда үлкен дөңгелектермен Үндістан мен Қытайда халықтың саны байланысты берілген. Және түспен берілген. Және жиынтық ішкі өнім мөлшерін Европа елдер және жоғары екенін Америка елдерінен көріп отырмыз. Кейде бағаналы диаграммаларда кеңінен қолданылады. Және сонымен қатар мұнда шеңберлер арқылы беріледі пішінде. Мына суреттен шеңберлер арқылы пайыздық үлесі көрсетілген. 1-ден 30%-ға дейінгі. Бұл карта диаграмма әдісі арқылы түсірілген. Енді сабақты бекіту. Кім жылдам? Сұрақ-жауап әдісі бойынша. Бірінші, географиялық визуализациялау дегеніміз не? Екінші, картограмма әдісі қалай жіктеледі? Үшінші, картодиаграмма әдісінің қандай артықшылығы бар? Тапсырма. Кестедегі ақпаратпен танысыңыз. Екінші, кестедегі мәліметтерді қолдана отырып, карта сызба құрастырыңыз. Үшінші, карта сызбаны құру үшін графикалық редакторлық бағдарламада
қандай құралдарды қолданар едіңіз? Яғни 2016 жылғы мұнай қорын өндірудегі алдыңғы қатарды 10 елдің көрсеткіші берілген. Осыған байланысты карта сызба құрастырып, қандай графикалық редакторлық бағдарламада қолданғаныңызды айтасыз, жазасыз. Енді осы сабақ бойынша кері байланыс. Көңілсіз, қызықсыз болды, көңілді, қызықты болды. Сұрақтарым бар, тақырыпты түсіндім. Ал ең жоғарғысы, сабақта берген тапсырмаларды орындадым, жаңа мағлұматтар білдім, кері байланыс орнатасыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.